Армысыздар, құрметті көрермендер және бақ өкілдері. Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциясында Тұран ауданының 2024 жылғы бірінші жарты жылдығындағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері туралы талқылайтын боламыз. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі медиа алаңымыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Әшірбеков Берік Айдарұлы, Тұран ауданының әкімі. Қош келдіңіз, Берік Айдарұлы, алғашқы сөз өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, әріптестер, бақ өкілдері. Бүгін Тұран ауданында 6 айда атқарылып жатқан жұмыстар бойынша қысқаша мәлімет бере кетейін. Тұран ауданы өздеріңіз білетін 21 шағын ауданнан тұрады және халық саны 220 мың адам. Оның ішінде көп қабатты үйлер 544, әлеуметтік нысандар 195, жер көлемі 36.300 гектар құрайды. Инфрақұрылым бойынша бүгінгі таңда өздеріңіз білетіндей қазіргі таңда 2 шағын аудан, оның ішінде Құрсай шағын ауданында 2024 жылы биыл аяқтау жұмыстары энергетика басқармасы тарапынан жүргізіліп жатыр. Қазір финишный прямой уже үйлерге жеке модемдерін барлығын қойып жұмыстар жасалып жатыр. Биылға жұмыстар толықтай бітеді. Электр жарығы бойынша Құрсай шағын ауданында жаңа соғылған үйлер жағына, сол жақта новостройка, ол жақта жұмыстар басталып, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары толықтай жүріп жатыр. Табиғи газ мәселесі бойынша атқарылатын бізде қазіргі таңда 3 шағын аудан, оның ішінде Жаңатылап пен Құрсай шағын аудандарында энергетика басқармасы тарапынан биылға экспертизада қазір жатыр, проект сметный документациясы. Ол құжаттар дайын болғаннан кейін бюджеттен қаржы бөлініп 2024-2025 жылдарда аяқталу жоспарда бар. Кәріз жүйесі бойынша бұл жерде қазіргі таңда Түркістан шағын ауданы, бұрынғы БАМ, сол аумақта биылға жұмыстар жүргізіледі. Құрылыс жұмыстары 2024-2025 жылдарға жоспарланған. Асфальттау бойынша биылға бізге Тұран ауданы бойынша 42 көшеге асфальт қарастырылған. Оның ішінде қазіргі таңда 16 көше толықтай төселді. Оның ішінде атап айтатын болсақ, Құрсай шағын ауданында Алтын ғасыр, Жарқайың, Таңатар, Ақбата көшелері, Ақбата өткел, Сарыбел, Зайсан көшелері. Және де агрофирма Қарасуда Шарбұлақ, Аққанбұлақ, Ақұйық, Ақшат, Көксәйек, Кеңестөбе, Аққия, Ақирек, Ақбұлым көшелері жұмыстар жасалған. Қалған жолдар бойынша транспорт басқармасы тарапынан құрылыстар биылға толықтай аяқталады. Және де қосымша тағы бізде экспертизада жатқан көшелеріміз бар. Олар бойынша қазір таңда толықтай экспертиза алып, бюджеттен қаржы бөлінгеннен кейін нақты мәлімет береміз. Аяқ жол салу бойынша Тұран ауданы аппаратынан биыл 14 көшенің құрылысы аяқталды. Қалған 8 көше бойынша жұмыстар жасалып жатыр. 14 көше бойынша құрылыстар енді басталады. Жалпы 36 көшеге аяқ жол салу жоспарлары қарастырылған. Көшені жарықтандыру өздеріңіз білесіздер, қала әкімі Ғабит Сыздықбек биылға 200 көше берген. Тұран ауданы бойынша жалпы былтырғы жылмен салыстырғанда 2020 жылы Тұран ауданында 20 көше болса, қазіргі таңда 200 көшеге жарықтандыру жоспарланған. Оның ішінде қазіргі таңда 80 көше толықтай жарықтандырылды, қалған көшелер бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Биылға балалар және спорт алаңшалары бойынша 30 алаңша, балалар ойын алаңшасы қарастырылған. Оның ішінде жұмыс барысында 9 нысан, 2 нысан аяқталды, 19 нысан конкурстық нәтижелері қазіргі таңда күтудеміз. Конкурс нәтижесі шығып, мердігер компания анықталғаннан кейін биылға жоспарлы толықтай аяқтаймыз. 2024 жылға 2 ашық спорт алаңшасын орнату жоспарланған. Қазіргі таңда 2 нысанда жұмыстар жүріп жатыр. Бізде слайд көрсетіп жатыр ғой. Абаттандыру бойынша өздеріңіз білесіздер, қала әкімінің бастамасымен бұрынғы детский темір жол дейміз, сол балалар темір жолы қазіргі таңда жаяу жүргіншілер және велосипедшілер, спортшыларға арналған аяқ жолы қайта жасақталды. Ол жерде демеушілер тарапынан бүгінгі таңда воркаут делері қойылды мафтары, және де демеушілер тарапынан бізден Түркістан шағын ауданында халықпен кездесуде сұраған болатын. Бізде мектептің алдында ескі детский балалар ойнайтын алаңша болған. Ол біздің ауданында балансында емес, мектептің балансында, сол себепті оның құрылысы осы уақытқа жүргізілмеген, ескі болып тұра берген. Қазіргі таңда демеушілер тарапынан соны жаңалап жұмыстар жасалынды. Және де мынау темір жол бойында халыққа түсіп көтерілу ыңғайлы болу үшін қала әкімінің тапсырмасына сәйкес арнайы текпешектер қойылды, және де
мусорный контейнерлер және қазіргі таңда скамейка отыратын орындықтар қойылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де осы 6 айлықта істелген басты бізден скверлеріміз желтоқсан бейбітшілік көшесі қиылысындағы бұрынғы өздеріңіз білесіздер қандай бос болып жататын автотұрақ болып жататын жер еді. Сол жерді демеушілер есебінен бүгінгі таңда сквер, жақсы сквер, халықтың пайдалануына сквер жасалды. Және де Мадлен кофейнясы бар. Сол жерде де алдында өзі Мадлен егесінің тарапынан біздің ұсынысымызбен, өтінішімізбен ол жерде де халыққа жүріп тұруға, демалуға арналған сквер жасалды. Аудан аумағында және де биылға қоқыс жәшіктерін ауыстыру бойынша 1100 қоқыс жәшіктері қарастырылған, оның ішінде 780 қазіргі таңда орнатылды. Қалған жұмыстар биылға аяқталады. Қосымша қоқыс жәшіктерін біздің қалада өздеріңіз білесіздер, көшеде жүрсек мусор тастайды, басқа қалады. Оның бірден бір себебі мусорный контейнері жетіспеушілігінен. Оның да биылға шешімі табылып, қазір таңда қосымша тағы да 2000 қоқыс жәшіктерін алдырамыз. Оны да қойып, аудандағы ол мәселені толықтай шешеміз. Және де бізде тұрғын үй қорын жаңғырту бойынша, модернизация бойынша биылғы таңға 2 спорт шағын нөмірі 12-ші және Байтұрсынов көшесі 94-ші үйлер жұмыстар жүргізіледі. Және де өздеріңіз білесіздер, лифті жедел саты бойынша осы уақытқа дейін қаламызда қаншама үйлер болған. Ескі үйлер Отырар шағын ауданында, сол үйлерді биылға құрылыс басқармасы тарапынан жаңадан лифтілер ауыстырылып, құрылыстар жүргізілетін болады. Жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Қосымша осы, тағы да сұрақ жауап болса, ұрғай айта берсек. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ жауап кезеңіне өтеміз. Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы сұрақ қойып жүрсем боламын. Рахмет. Бәке, сұрақ қойып берсек бола ма? Бұл енді жаңағы өзіңіздің тұрғындардың қойған сұрақтар етті. Біз өткен сұраған ек, әкімдердің осыны есебіне қандай сұрақтарыңыз бар деп. Соған біріншісі, Самал 1-ші микрорайон Жандосов көшесі бойынша тротуар салатын орынға әжетхана салып қойған. Осыны алдырмай жаяу жүргіншілер зардап шегуде. Және көшемізде автокөлік жарысқа түседі, осы көліктердің ақырын жүруге мәжбүр етуге бола ма дейді. Және де көшеден тротуарға өту үшін жаяу жүргіншілер жолға жолақ салу. Бір мақсатымыз осы дейді. Есенаманов Жұмағали деген кісі. Енді Жұмағали ағамызға Жандосов көшесінде жаңалдегі тротуар салған кездегі әжетхана деген мәселе бойынша енді оны қазір барып анықтауда керек шығар балдар. Бізде өзі мен осы бізде Шымкент қаласында көп нәрсені көреміз ғой, жүрген сайын көре бересің дейді. Кеше ғана Құрсай Қазығұрт елді мекеніне де бардым мен өзім. Жаңадан тротуар салынған, енді осыдан 2 жыл бұрын салынған тротуар, үстінде газдың шерпісі тұр, және де водоканалдың ана көк ящиктеріміз бар ғой біздің. Сол орында тұр, адам өтетін жер жоқ, бірақ тротуарды айналдырып салып кетіп қалған. Ол не үшін тротуар салынды білмеймін, ана жерде балалар коляска. Сол себепті тротуар қазіргі таңда енді менің өзім басты талабым, өзімнің орынбасарларыма да, мамандарыма. Тротуар сол жерде салынбаса салынбай кетсін, бірақ жаңағыдай заңсыз тұрған нәрселердің барлығы алыну керек. Тротуар не үшін? Тротуар адамның жүруіне қолайлы болу үшін. Сол себепті жаңа айтып отқан азаматтың мәселесін толықтай анықтап, ол әжетхана ол жерден алынады, тротуар салынатын болса. Қосымша жаңағыдай скоростной несі бойынша біз транспорт басқармасымен де қарастырып көрейік, анау асфальтқа ол жерге знактар бар ма, басқа қою керек па, может қосымша жаңағыдегі жол скорость тежегіштерін қоямыз ба ол жерге. Ол жұмыстар қосымша жасалатын болады. Екінші сұрақ. Жаңа талап тұрғынымын дейді. Бізде көпірді су алып кеткен, оған ақша бөлінді дейді, бірақ өте жай қимылдап жатыр. Уже оқу жылы келе жатыр. Ауыл арасында автобустар дұрыс жүрмей жатыр. Үлкен адамдар қан қысымы көтеріліп, жолда құлап жатыр. Соған сізге өтініш қыламыз дейді әкімнен. Пайзиева Гүлжан деген. Бұл жерде жаңа талап көпірі өздеріңіз білесіздер. Табиғи апат салдарынан внеплановый бұл жерде жұмыстар басталып кетті қазірден құлауына байланысты. Қазіргі таңда ол жерде мердігер мекеме Береке жауапкершілігі серіктестігі қазіргі таңда жұмыстар толықтай басталған. Ол бізде қала әкімінде осы 2 күн бұрында барып көріп кетті. Ол жерде қала әкімінің басты назарында. Ол жерде енді өздеріңіз білесіздер, құрылыстың өзінің уақыты бар, басқасы бар. Құрылыстың сараптаманың нәтижесі бойынша құрылысты қараша айында аяқтау көзделген, алайда
жұмысты максимально ертерек бітіруге ол бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Ол жерде қазіргі таңда ақшада қарастырылып қойған 516 миллион жобамен қаражаты жұмыстар толықтай жүріп жатыр. Енді мен қыркүйек айы деп айта алмаймын, өйткені жерде құрылыстың әртүрлі жағдайы болады, бірақ берілген экспертиза бойынша қараша айында максимально ертерек бітіруге тырысамыз. Енді қазір халыққа жерде жаяу жүргіншілер жолы, машинада жүретін барлық уақытша жолдар жасалған мүмкіндіктер. Ол бойынша жұмыстар бітуі бақылауда болады. Айғақ телеарнасынан болам. Мынау Қазығұрт шағын ауданы бар ғой, сіз сол жақты барып негізі қадағалап тұрасыз ба? Ол жерде колбасный цех бар да, 66-шы мектептің қасында. Одан иіс өте қатты шығады, тұрғындардан жалпы өте көп. Олар бұл нәрсені айта шаршаған. Және де ол тура мектептің қасында болған соң, оқушылардың да мазасын алып білім алуына да кедергі келтіреді да ол нәрсе. Бұл мәселені тұрғындар айтады, КТК да келді, қанша телеарналар келді, бірақ бұл мәселе әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатыр дейді да. Соны қалай шешуге болады? Сіз өзіңіз көрдіңіз ба сол цехтың бар жағдайын, тұрғындармен көрдіңіз ба әңгімелесіп? Өйткені өте көп жауап бар да. Біздің өзіміз сол арадан өткен кезде иісіне шыдау мүмкін емес, жазда әсіресе. Рахмет сұрағыңызға. Ол Қазығұрт елді мекеніндегі иіс шығаратын, сабын шығаратын цех бойынша. Ол жерге әрине мен барып көргем Қазығұртты. Сіздер енді журналистер ғой, біздің де әлеуметтік желінде қарап отырсаңыздар, қай жерде жүргенімізді көріп отырасыздар. Біз активно жүретін адамдардың біріміз ғой, қарап жүреміз барлық жерде. Қазығұртта ол жүргенде де құр жүру емес, мәселені толықтай анықтау бойынша. Жаңа сіз айтып жатқан не бойынша, иіс шығаратын жер бойынша, ол жердің иісін мен де көргем. Ол бойынша біз экстрен жиналысты өткізген, экология департаменті, СС бар, сағынмасы бар, барлығы полициясымен, қазіргі таңда прокуратурамен барлығымен тексеру ашты. Ол жерде құзырлы органдар бар. Құзырлы органға біздің тарапымыздан процедурасы бойынша арызын жазып, барлық жұмыстар жасалған. Штрафын барлығын салынды. Қазіргі таңда соттың қарауында жатыр. Ол жерді жабу бойынша құрылысын тоқтатып. Қазірге штраф салып, уже құрылыс тоқтатып қойған. Енді жұмысын. Департамент бәріміз жұмыс жасап жатыр. Халыққа да жаңа айтып жатқан тұрғындарға да ол қанша рет түсіндірген, Instagram парақшасына да жазылып жатыр. Барлық мәлімет толықтай ол кісілерге беріліп жатыр. Азиза Мадиярқызы, Уақыт телеарнасынан мендегі сұрақ, қазір өзіңіз білесіз, бірінші сыныпқа құжат қабылдау жүріп жатыр ғой, негізі сәуірден бастап. Осы тұста жаңағы тұрғындар, Тұран жаңағы аудандағы тұрғындар толығымен балалары мектеппен қамтыла ма? Мектептің жетіспеушілігі деген мәселе сіз енді халықпен кездесіп жатырсыз ғой, көтерілген жоқ па? Бұл алғашқы сауалым. Және екінші сауал ол қоғамдық көлікке байланысты. Бізге жаңа жетіспейді деген секілді шағымдар келіп түсті осы тұста. Және де осы қоғамдық көліктер белгілеген уақытқа дейін жүрмейді дейді. Кешкі уақытта бізге жұмыстан кейін өкінішке орай қымбат болса да такси қызметіне жүгінуге тура келеді деген халықтың шағымы бар. Бүгін сол мәселені біз түсірілім жасайтын боламыз. Егер сізде ақпарат бар болса, осы бойынша бәлкім жиын өткізген шығарсыздар транспорт басқармасымен, мәлімет болса дұрыс болар еді. Бірінші сұрағыңыз бойынша, мектеп мәселесі бойынша, мен жаңа өзіңіз айтып жатқан халықпен кездесіп жүрмін. Мен ол мәселені естіген жоқпын бізде. Мектеп жетіспейді деген мәселені. Ол бойынша барлық мүмкіншіліктер қарастырылған. Бізде жаңағыдай Ақжар, Ақтаста қазірден жайлы мектеп соғылып жатыр ғой, енді биыл құрылысын аяқтау. Жайлы мектеп соғылса, ол жақтың да мәселесі толықтай шешіледі. Ал екінші мәселеңіз көлік несі бойынша, қоғамдық көлік бойынша. Ол бойынша мен шын айтайын, толықтай сізге мәлімет бере аламын айтуға, бірақ транспорт басқармасы бізде бар. Бұл жерде мен әр кездесуде неде айтып отырамын. Қоғамдық көлік деген ол бір ауданға қатысты мәселе емес та. Өйткені ол жүретін автобус Қаратау ауданынан бастап жүруі мүмкін, бірақ аяқталады Тұран ауданынан. Оның өзінің несі бар, есептейтін нәрселер. Мен ол жағын енді білмейді, транспорт басқармасы толықтай айтып берген шығар. Біз транспорт басқармасы аудан әкімшілігі, біз не үшін анау кездескенде де айтамын ғой халыққа. Бізге проблемасын айтса, біз транспорт басқармасына сол проблеманы біз апарып жеткізіп, мәселесін қарастыруға. Халықтың айтқан бізде 21-ші анау Құрсайдағы автобустар бойынша мәселесін көтерген. Автоостановканы созып беру керек басқа. Ондай мәселелерді біз транспортпен бірлесіп шешіп беріп жатырмыз. Ал жалпы жаңа сіз айтып жатқан автобус жүрмей қояды, уақыты деген бойынша, ол бойынша транспорт басқармасы жауап берген дұрыс болады. Толықтай мәлімет береді олар. Өйткені бұл жерде қала әкімінің тапсырмасы бар, қоғамдық көліктер бойынша ол кісілер
бүкіл қала бойынша анализ жасап шыққан. Оның енді результатын ол кісілер өздері айта береді. Қайырлы күн, Хан телеарнасынан. Жаңа сіз айттыңыз, алдағы жоспарда қоқыс жәшіктерін 2000 есеге көбейту деп. Жалпы әлеуметтік желіде Тұран ауданында белең алып жатқан мәселе, бұл қоқыс мәселесі. Баян сұлу торговый центр, республика, Гагарина жерлер. Жалпы жоспар жаңағыдай жоспарлана бермей, қашан іс-әрекетке көшесіздер? Жалпы Таза Қазақстан акциясы ол жерлерге неге әлі бармаған? Сіздің сұрағыңыз енді Таза Қазақстан акциясы ол жаққа бармайды, ол Таза Қазақстан акциясы әр үйдің ішінде ол жерлерге жүргізілмеген. Тұрғындардың айтуынша көлдердің айналасы. Таза Қазақстан акциясы қараңыздар. Ол қандай жерде жүргізіледі Таза Қазақстан? Бізде өзіміздің мердігер мекемеміз бар, көшелерді тазалайтын. Ол бізде табиғат басқармасында қарасты мердігер мекеме бар. 5 ауданға 5 мердігер мекеме. Олар өздеріне бекітілген жерлердің барлығын тазалайды. Көшелерді барлығын. Біз сіз айтып жатқан жерлер бойынша тазалықты барлығын біз өзіміз қарап жүреміз. Көше тазалығы, сіз айтып жатқан торп мусорный контейнер болуы мүмкін. Көшенің тазалығы ол біз өзіміз қараймыз. Күнде тазалана ма негізінде? Күнде тазаланады, иә. Өзіңіз күнде тазаланып, бақылауда болады ма? Қараңыз. Күнде тазаланбайды тұрғындардың айтуынша. Күніне 2-3 күнде бір. Мен енді сізге жауап берейін, сұрағыңызға. Мен сізді түсіндім. Былай қараңыздар. Бізде көше деген тазалық былай екіге бөлінеді. Көшенің тазалығы бізде үлкен көшелер жаңа мердігер мекеменің тарапынан жүргізіледі. Басқарма тарапынан берілген мердігер ГЧП-мен. Екінші, аула тазалау. Аула тазалау бізде өзіміздің КГУ-мыз бар. КГУ Тұран деген. КГУ Тұран бойынша дворларды біздегі аулаларды олар тазалап отырады. Ол жерлерге 2 күнде бір рет түседі. Бір дворға 2 күнде бір рет түседі. Өзінің графигі бойынша. Мусорный контейнер айтып жатқаныңыз, бізде қалада мусорный контейнер іске көшсеңіз деп жатсыз ғой. Сіз айтып жатқан 2000 контейнер деп жатқан мен көшедегі жәшіктер. Көшеде тұрады ғой жәшіктер. Ол 2000 жәшік ол бөлек. Сіз айтып жатқан мусорный контейнер ол бойынша біз жаңалау жұмыстарын былтырда жасағанбыз. Биылға 260 контейнер алып жатырмыз. Барлығын байқасаңыздар қазір жаңадан қоршалып, сыртына жасыл немен новый контейнерлер қойылып жатыр. Жұмыстар ол бақылауда болады. Негізі өзіңіз барып көрдіңіз ба? Әрине барып көрдім. Қай жерлерді көрдіңіз? Қай жерлерді көрдім дейсіз? Қаланың барлық жерін көрдім, Тұран ауданынан. Бұл жерде сұрақты сіз бітсеңіз, нақтырақ қойып берсеңіз, мен түсінбей жатырмын ба, Бәке или... Жалпы қоқыс мәселесі алдында қалай шешіліп жатыр ғой? Мысалы, мен тұратын Абай ауданының өзінде қоқыс мәселесі қатты шешілмеген, ол жаңағыдай контейнер, 5 контейнер болсын, сыртында жолға дейін шашылып жатады ғой. Жер үй ма? Сіздердегі жер үйлер, иә. Сіздердегі мәселе осы қарындасың айтқысы келіп отқан осы ғой, қалай шешілген? Контейнерлер қашанға дейін қойылады, осы жаңа айтып отқан 2000 контейнер дейді ғой. Осы мәселе ғой. Көрдіңіздер ме, бұл жерде тағы да түсініспеушілік болып жатыр ғой. 2000 контейнер, мен жаңа нақтырап бердім. 2000 контейнер қоқыс жәшіктері көшеде қойылып жатқан. Остановканың түбіндегі, скамейканың түбінде деген. Ол бөлек ол нәрсе. Мусорный контейнер, кәдімгі үйден шығамызда апарып үйде тастаймыз ғой, пакетпен тастайтынбыз. ТБО дейміз ғой жаңағыдай. Ол бөлек нәрсе. Ол бойынша барлық жерде ол ТБО-ның жәшіктері бар ол жерде. Әр дворда. 260 биылға біз әкеп қоятынымыз ескі жәшіктердің орнына қоямыз, жаңалаймыз. Бірақ ол жерде ескі жәшіктер бар, ол жерде жоқ. Сіз айтып жатқан мусорный контейнер, әрине біз қазір өздеріңіз көресіздер ғой. Критика Шымкент бар, басқа бар. Бізде мусорный контейнер толып кетеді дағы, тұрғындар осы мәселе бойынша Инстаграмға салады бізге. Енді ол мәселені қалай шешеміз деген мәселе былай. Менде Тұран ауданы бойынша қазіргі таңда 130 контейнерный площадка бар. Мусорный площадка. Жауап түсінесіздер ғой, арғы жауап бере салайын. 131 контейнерный площадка бар. Олардың барлығы, әрине, толып қалады. Бір үйде, мысалы, бір күнде мусор басқаша шығуы мүмкін. Ол мәселе бізде мердігер мекемені бізде қолаймызда жүреміз. Біз өзіміз көреміз, объезд жасаймыз. Мына жерде мусор толып жатыр. Бірақ қазіргі таңда талап бойынша күнделікті әр жерге мусордың жаңа өздері біледі ғой мекеме. 2 рет, 3 реттен мусорный контейнерді алып кетеді. Ол алмай кету деген нәрсе жоқ, ондай нәрсе қалада. Ал сіз айтып отқан жер үйлер бойынша, ол жерлерде, мен де жер үйде тұрамын Абай ауданында. Бірақ ол жерде аптасына 1 рет мусор алынады. Тұрғындар мусорды уақытысында шығаратын болса, машина келеді, мысалы вторник күні болса, вторник алып кетеді. Бізде кейбір кісілеріміз бар, азанда шығару керек, азанда машина өтіп кетеді, после обед или кешке әкеледі, мусорды тастап шығарып жібереді, или среда күні тастайды да, болды мусор алынбай жатыр деген сондай вопрос та бар.
Жоқ, мен де абайдықпын сосын айтып жатқаным ғой. Жалпы қалада бәрі осы политика бір ғой мусор бойынша. осы сұрақ айнала ұзақ бола ма? Иә, қоя беріңіз. Мен былай цифрмен айтсам бола ма? Енді жастар білмейтіндер шығар, мен бірақ өзіміз осының қарымтасын өткен жылдар қатты айтыстық алдыңғы жылдар. Негізі 5 жылға 75 миллиард теңге бөлінді осы салаға. 5 компания 5 ауданға бөліп алды. Тазалық бойынша, иә. Тазалық бойынша. Бәрі бұрынғы әкімнің компаниялары деген үлкен айқай-шумен өтті. Бұрынғы әкімнің орынбасарларының. Енді әрқайсысына 5 жылдан бөлгенде 15 миллиард бір жылға бөліп отыр 5 компания. 15 миллиард 365 күнге бөлсеңіз 41 миллион теңге бір күнде олар жарату керек. Енді 41 миллион теңге қаланы мусор қылмай-ақ жалап тастаса да болады ғой. Жат емес пе? Көк алдандырып жап-жас 41 миллион бір күнде кетіп жатыр. Сіздің бір ауданға жаңағы 8 миллион 200 мың теңге жүктейді сол компаниялар. Бір күнде жаратып жатқан. Өкімет 8 миллион 200 мың бір күнде беріп жатыр да. Неужели соған жап-жасыл қылып тұранды мусорын тап-таза қылып тастауға болмайды? 8 миллион берсеңіздер, халық өз қолымен апарып тастайды ғой. Бәке, бұл жерде қараңыздар. Жаңа сіз айтып отқан тазалық компаниясы, көше тазалайтын, ол бөлек компания. Мусорный контейнерді алатын, ол бөлек компания. Ол екеуін бір-біріне шатастырмайық. Ал енді көше тазалаған жоқ, мусорын тазалайтын ол ақша алып жатыр ғой қосымша. Иә, ол халықтан алып жатыр. Халықтан алып жатыр. Мыналар жаңағы жасылдандырып, көгалдандырып, бәрін қарайтын, қыста қарын тазалайды, мусорын тазалайды. Қоқыс қой шашылып жатқан. Бұл кісі жаңа содан бастаған жоқ па? Қоқыс шашылып жатқан нәрседен. Таза Қазақстан деген сол ғой. Оны жинап берсеңіз, әрине ана мусор тазалайтын компания алып кетеді. Олар бірақ көшедегіні жинамайды. Көшедегіні тазалайтын жаңағы кісілердікі емес пе? 8 миллиондікі. Иә, солардікі, иә. Ол бойынша сол 8 миллион мысалы халыққа берсеңіз, күндіз-түні жерде шыбын қалдырмай теріп қояды. Енді бәке, ол жағынан қараңыздар, 8 миллион басқа қылды, ол енді ГЧП біздің алдымызда өткен программа. Ақшасы экономистер оны есептеген, расчеттары бар олардың. Енді оны басқарма ол табиғат басқармасы өткізген. Бізге бергені мынау компания, осыған біз көшені, менде бар 594 көше ма, 594 көшені жинатып алу керек. Болды, маған задача сол. Мен сол бойынша қазір таңда енді тазалық өздеріңіз жүрсіздер ғой Шымкентте, баяғы қарағанда тазалық енді білмеймін қаншалықты. Бәке, енді сіз болып, біз болып сол тендерді қайттан отменить етіп, қайттан ойнатуға бола ма адал жігіттерге? Жоқ, бұл жерде. Мынаған ақыры үнемі қоқыс болып жатыр екен қала. Бұл жерде енді ол жағын, ол сұрақты заңдылығын басқармаға қоясыз бәке. Сіз қолдасаңыз қортайық. Біз де қолдайық деймін да. Мені мысалы қараңыздар, бұл жерде қолдайық болған кезде әр ауданның өзінің подрядчиктері бар, жаңа мердігер мекемелер. Біздің өзіміздің мердігер мекемемен мен мысалы жұмысына мен қанағаттанамын. Болады ситуация. Мен мысалы керек па, біз оларды штрафқа да саламыз. Тазаланбай ма, біз де штрафқа саламыз. Әрине салған кезде болады, нақты ақпараты жоқ. Мен соңғы ақпаратты білем, осы 2 аптаның ішінде салынған 2 миллион теңге біздің мердігерге салған. Енді басқа 4 аудан бойынша да қанша салып жатқан білмейді екенмін. 2 миллион штраф осы бізге салынды. Енді жылына ол 3 миллиард алып жатқан екен, не ол 2 миллион оған? Енді ары қарай сұрақ енді. Ау? Негізі отменить ету керек. 5 мердігер бар. 5 ауданда. Бір мердігер ғой, көше тазалайтын. Былтыр қателеспесем, Шымкент қаласының әкімдігі мынау бөлінеді деп айтып жатсыз ғой, өзі мына қоқыстарды алып кететін компания халықтан ақша алады ғой, енді ай сайын адам басына бір белгіленеді ғой, бір сумма. Сол берешегі көбейіп кетті деген ақпарат тараған еді. Сізге енді сол компаниялар енді әкімдікпен бірлесіп көмек сұрамай ма сол берешекті халықтан жинау бойынша? Тұран ауданы бірақ тізімде ең соңғы орында екен, көш бастап тұрған Қаратау ауданында төлемей жатқандардан. Инстаграмыңыз бар ма, жоқ па сіздің? Анау Абзалдың бізге берген. Бұл жерде қараңыздар, мусорный жаңалды алатын компания бар ғой. Сол компания осы халықтан 17 мың теңгеден жазылып кетті деген нәрсе шықты. Сол бойынша жаңа компанияның егесін мен шақырдым, сөйлесіп жаңа мусор алатын компанияға айттық. Как раз, по-моему, сол кезде ораза айы болу керек, мен қателеспесем. Ол кісіге айттық. Ол жерде бұл жерде екі түрлі вопроста. Халық айтады біреусі, мен мусор шығармаймын дейді. Қайқа шығарадың сен, мен мусорымды алып кетем, қайқап кетедім, сенің жұмысың болмасын дейді. Бірақ ана мусорный компания айтады, мен мусорымды көшеден алып жүр ғой енді олар, мусор алып кетем дейді. Екеуінің арасында сондай нәрсе болды. Сосын біз айттық, Абзал, ораза айы екен, сен осы ораза айында бүкіл 17 мың теңгеңді кешір халықтан. Сөйтті өшір. Одан кейін, бұдан кейін халыққа да түсіндіріп айттық. Барыңдар да договорға тұрыңдар бірге. Ары қарай уже официально төлеңдер төлейтін нәрсе. Сөйтіп ол Абзал деген жігіт бүкіл қарызды жаңағыдай өшірді. И Инстаграмда бізде жаңа өзінің видеообращениесі де бар, салғанбыз әлеуметтік желіге. Ол бойынша. Сөйтіп вопрос солай жабылған. Ол да ақшасын сұраған жоқ, халықта берген жоқ.
мәселе сонымен шешіледі. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса? Микрофонға сөйлесеңіз. Жоқ, ол мусорға қоқыс қалдықтарын енді қатты қалдықтар тастауға болмайды деген нәрсені шырылдап бәр жерде айтып жатырмыз ғой. Көшеде де тазалықты енді. Бұл тазалықты мен айтатын болсам, жаңа сіз айтып отқан таза Қазақстанымыз сол біздің. Оны әркімге біз халыққа жеткізіп айтып жатырмыз, басқаша да интернет желісінен айтып жатырмыз. Түнгі уақытта да шығып жатырмыз объездге. Мысалы біз жаңа айтып жатырмыз, біздің парақшаларға да салып жатыр. Ғана жолы бір машиналар келген. Мусорный компания жібереді, жаңағыдай өздері халық жібереді бізге суретті. Мына жерде мусор толып жатыр деген сияқты. Біз барып компанияға айтамыз, енді алып кетіңдер. Барып олар қаптың бәрін ашып тастады. Үйде ремонт жасаған, жаңағы бүкіл цементі бар, басқасын әкеліп тастаған. Біз соны видеомен арқылы қуалап жүріп, жаңа полиция басқармасы бар, жаңа машинаны таптық. Сөйтсек ол компания жаңағыдай Созақ ауданында урановый компанияда істейтін адамдар екен. Ақыры тапқызып алып бізге келіп онда салдық біз. Бүкіл мусорды мен айттым, тазаланбаса тазаланбай кетсін, сол мусорды 2 күн тазалатқызбай қарап отырды жаңағы. Ана адамдарды алып келіп, алдыртып, өздеріне штрафын салдырып, мусорды қайтып өздеріне алып кеткіздік. Контейнер. Біз камерамен бар жерде Сол именно қоқыс тұратын жерде бейне бақылау камералары бар, Енді жаңағыдай ғой, возможно, бар жерде біз соны қуалап алдырамыз. Мысалы, өздеріңіз жаңа Гагарина деп жатсыз ғой. Гагаринада бір күн естеріңізде бар ма, жоқ па? Қала әкімдігінің инстаграмына шықты, иіс шығып жатыр деп барсақ, кафеде тауықтың анау жейміз ғой, тауықтың еттен. Соның сүйегінің бәрін алып алғандағы қап-қаппен тастаған. Ол азанда мусорды мен бізде де компанияның GPS бәрі бар, тексеріп отырады. Азанда барып алып кеткен, тастаған, қайтып келіп, после обеда біз бардық, иіс дегеннен жүру невозможно, 30 метрде жүру. Сол адамдарды да таптық мысалыға. Кафенің адамдары келгенде тастап кеткен. Ол кафе даже Абай аудандағы кафе анау. Машинамен қуалап жүріп, полиция басқармасымен таптық. Сол сияқты мәселе бізде. Кешеде Тожан жаңалде де көрсетіп жатсың ғой сен инстаграмға. Бізде кеше ғана салдық. Түн ішінде үйдің ішінен әкеп, дивандарды әкеп, мусордың алдына әкеп лақтырып кетіп жатыр адамдар мысалы. Халыққа оны бәріміз жеткізуіміз керек. Ол дұрыс емес деген сияқты. Енді осы жерде нақты ақпар беріңізші. Жалпы заңсыз қоқыс тастаған қанша азамат айыппұл арқалады жыл басынан бері? Оларға қанша айыппұл салынды? Енді суммасын қараңыз. Енді бұл жерде суммасы, ол суммасын полиция басқармасы біледі. Мен өзім жіберген адамдар. Менің көрген. Полиция басқармасында Таза Қазақстан акциясы бойынша полиция генералының өзінің приказы бар. Сол приказ бойынша ол кісілерде Таза Қазақстан акциясы бойынша жұмыс жасады. Қанша штраф? Мен соңғы білетінім осы 5 аудан бойынша 4,5 мың адамға сондай адамға физлицоға штраф салғанды. Оған 2 ай уақыт болды менің білетін мәлімет. Өйткені бізден штабта көтеріледі мәселе, сол штабта естіген мәліметім. Бірақ суммасы басқасы ол жағын сол жақтан сұрайсыздар. МПС-те береді. Берік Айдарұлы, енді әлеуметтік желіге келіп түскен пікірлерге назар аударсақ, Тұран ауданында орналасқан Темірлан көшесіне жарық шамдар қою туралы тұрғындардан көптеп өтініштер түскен екен. Айтуынша көшемізде балабақша бар, қыста қараңғы дейді, және де жазда балаларымыз кеш батқанға далаға шығып ойнай алмайды дейді. Аудан әкім назарға алса екен. Темірлан көшесінде жарық шам негізі барлық жерінде бар ғой, Темірлан көшесінде. Бірақ енді жаңа сіз айтып жатқан тұрғынның телефоны болса, мен де мамандар мүшелде ғой, сол кісілерге беріңіздер. Енді мына жерде тұрғындар көреді, бәке өздеріңіз де көреді, басқа телевидениеда көреді, қарындастар. Біз биылға 200 көшені освещение жасаймыз. Ол бір. Ол кәдімгі бюджеттен бөлінген қаражат. Пландап қойған. Ол сіздің көшеңіз бол, сіздің көшеңіз. Ол көшені бізде қазір халық келеді айтады, маған жеке қабылдауға мен көшеме биыл жарық қойып бере сал дейді. Бізде Тұран ауданында қазіргі таңда мысалыға 594 жаңа көшем бар дедім ғой. Қазір 200 көшені 42% менде жарықтанған, 200 көшені жарықтандырсам, менде 72% жарықтандыру болады. Тұран ауданы бойынша 2024 жыл. Ондан кейін 2025-ке бюджеттен бізге ар жағында менде 171 ма көше қалады, 171 көшені жарықтандыру толықтай жарықтанады. Біз халыққа түсіндіріп. Ал жаңа сіз айтып жатқандай ситуацияларды мен де көремін. Дворға барам, детский площадка, или болмаса жаңағыдай бір қуыспен өтіп баратам, өтесің арғы бетіне, барсаң мектеп тұрады. Сосын мен балдарға да айтамын, мына жерлерді отметка алыңдар да, жаңа мердігер мекемен қазір анықталды, соларға біз мына жерге біреуін қойып бер, мына жерге екеуін қойып бер деген сияқты, ондайды ручной шешетін мәселе, оған планировать етудің қажеті жоқ деп ойлаймын.
сол себепті мектептерден мен білетін жер бар, білмейтін жер бар. Тұрғындардың несі бойынша, өтініші болса, ол жерлерге қойып беруге біз әрдайым дайынбыз. Ол мердігер мекемеге де қазір не деді анау бізде қалада спонсорство дегенде жақсы не деді анау үрдіске айналып жатыр ғой. Сол кісілерге өтініш жасаймыз, осыларға қойып бере сал деген сияқты. А бірақ бюджеттен оны қазір мен қоятын болсам, биылға ол физически үлгеретін нәрсе емес, оның процедурасы бойынша. Мектептерге, балабақшаға қала әкімде тапсырмасы бар. Мектеп, балабақша ол жерлерге бірінші кезекте қойылу керек жарықшамдар. Ал көшелер жаңа бар 200 көше биылға жарықтанады, қалған 170 көше ол ендігі жылға жарықтанады. Оны ешқандай өзгерте алмаймыз. Рахмет. Келесі сұрақ. Жабық базар аумағындағы заңсыз сауда жасаушыларға қандай шара көріліп жатыр? Нақты айтылмаған ма қай базар бойынша? Жабық базар. Жабық базар. Критеринг бойынша қараңыздар. Осы соңғы мен кешегі аптада ма барды ма, по-моему, критерингта бұрын білесіздер қандай болған критерингтің жағдай. Ол бойынша алдыңғы менің алдымда әріптестерім жақсы жұмыс жасаған. Автонұр бар, біздің аудандағы базарлар бойынша. Жалпы базарлар бойынша, заңсыз сауда бойынша жұмыстар, нақты жұмыстар жасалған, барлық жер тазаланған. Сыртта тұрған сауда. Енді жабық базарда бізде жаңалық арт жағында гаражда тұратын жер бар, гаражда тұратын қуыс бар. Сол жердегі бізде енді күнделікті, мен өзімде барып көрдім, осы кешегі аптада да біз жаңағыдай ғой, инстаграмға біз бәрін қазір әлеуметтік желімен де жұмыс істейтін болып қалдық қой, фиксиртеді салып тастай береміз. Сол жерге салдым, барып сөйлестім сол жердегі сатушылармен де. Әрқайсысы әртүрлі жағдайдағы адамдар. Енді қарап тұрсаңыз, кәдімгі көшеде жатқан баллон бар ғой, лақтырып кетесіз ғой, жарамайды деген баллонды, сол баллонды әкеп те сатып жатыр адамдар. Үйінде жатқан кішкентай отверткасы бар ма, отверткасы мысалы сатып жатқан, неше түрлі темір терсек ана жерде сатып жатқан. Ол кісілерге ана жерде тазалықты түсіндіріп айта алмайсың. Басқан айта алмайсың. Штрафты да салып жатырмыз басқан. Сол себепті енді біз ана жол мен қазіргі шешім бойынша ана быстрая победа дейді ғой. Сол жерді біз жапсаққа деп жатырмыз ана жерінде, бергі бетін. Басқа ол жерде қазіргі таңда шешім жоқ. Айтса ол жерде бізде кәсіпкерлік басқармасы да бізде жұмыс жасап жатырмыз. Сөйтіп, біз мынау жаңа автонұрдың алды деп жатырмыз ғой, ол жерде бір 4-5 әйел азаматы бар базарда, жаңағыдай заңсыз сауда сататын. Ол кісілер түстен кейін шығады саудаға. Біз оларды қолаймыз, олар шығады, қолаймыз, шығады. Енді сол барып сөйлестім, не қажет сіздерге? Бірінші жұмыс тауып бер дейді жаңағыдай. Қандай дипломыңыз? Мұғалім дейді бір кісі. Сол кісіні қуалап жүріп айттым, мен конкурсқа қатысады екен, біздің білім басқармасының процесімен. Алып бардым. Қатыс мені конкурсқа қатыс, ақыр дипломың бар екен, басқаң бар екен, қатысты мені, өтсең өте. Бұған өте алмасаң мектеп болып қой бізде. Конкурс білімде не деген кадр жетіспей жатқанда штаттар көп болсын. Соған барып қатыс десем, ол бір қалған біреулер айтады, базарға кіргізіп бер дейді. Базар коммен де сөйлестік. Бәрін тауып бердік. Жоқ дейді маған. Базарда дейді ішіне кірсе, о 4-5 рет отырса, маған дейді шыға берістен орын тауып бер дейді. Условия сондай. Наоборот, сондай жерге негізі сіздерді алып барамыз ғой, сол кісілермен сөйлескенде. Өйткені біз барамыз, бір жақты боламыз. Әкімшілік бізді мен мынандай нәрсені айтамын да, сөйлесеміз әйел кісілермен. Мен былай айтамын ғой. Сөйтіп айтсам айтады, мен дейді осымен күн көріп жатырмын дейді. Мен сосын айтамын, неге 2 миллион бізде Шымкентте халық бар? Ол кісілерде проблема басқаларында шешілген, неге сіздікі шешілмеген? Неге базардың ішінде тұрған пәленбай мың адам бар базардың ішінде сатып жатқан? Олардың саудасы қалай жүріп жатыр деймін да? Жоқ. Сәл ана бізде неге эмоцияға сондайға беріліп алады да, сонымен алады ғой қазір. Сол себепті автонұр бойынша да күресіп жатырмыз. Күнделікті. Күнде мен балдарымды да жіберемін, біз қуамыз, кетеміз. Полиция штрафын салып беріп кетеді. Полиция уже айтады, штраф салмай қойшы оларға. Неге десең, уже штраф салып төлемейді штрафтан дейді. Ол штрафты дейді, біз өндіруіміз керек одан кейін дейді. Өндіруіміз керек. Бұлардың дейді, Каспий да, басқасы да бүкілін бәрі неде тұр дейді, жауып тастаған дейді. Бұлар төлемейді, жерде ақша жоқ дейді. Нал ақша ортада жүріп жатқан. Сондай мәселеміз бар. Келесі сұрақ. Таза Қазақстан экологиялық акциясына Тұран ауданы қаншалықты атсалысты? Таза Қазақстан акциясына бұл жерде енді қала басшылығынан бастап барлығымыз атсалыстық қой. Анау бізде мемлекет басшымыз алғашқы 5 аптаны бізге анау жоспарлап, нақты тапсырма берілді и ары қарай айтты бізге. Ол разовый акция болмау керек деген. Сол себепті ол разовый акция емес, көзбояушылық емес, қазіргі таңда күнделікті тазалық жұмыстары. Біздің жұмысымыз қазір
басты мақсат та сол. Қай жаққа жаңа айтып жатқан объезге барамыз, басқа жерге жол бойы біз тазалықты қараймыз. Апта сайын әр бейсенбі сайын Таза Қазақстан акциясы ол қосымша жүріп отырады. Және де мердігер мекемелеріміз тазалығы бар. Барлығы бойынша ол жұмыстар күнделікті жасалатын жұмыс, ол 24/7 жасалатын жұмыс. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Берік Айдарұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келіп, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.